Бүгін сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Сендердің сүйкімді жүздеріңе қарап, бүгінгі сабақты шаттық шеңберінен жылулық шеңберіне басталды. Ұйғарып тұрмын, сондықтан барлығымыз ортаға шаттық шеңберіне келейікші. Береке болар еңбекте, еңбек етсін еменсіз, жақын болшы еңбекке. Тамаша, қалай ойлайсыздар, бүгінгі сынып қандай болады? Еңбек түбі береке. Олай болса, Бауыржан Момышұлы осы еңбек туралы қалай? Себеп еңбек етпегеннің тілегіне жеткенін көрген жоқ Бауыржан. Себеп және өзіңнің еңбегіңнің өз қолымен, өз күшімен. Сонда қайда жетесің сен? Аныңа бершілік көреміз, істеп. Көремін, көмек оқып. Ана құлқан көреміз, істеп. Көремін, алдында бір намын алшы болған, жүгіріп кетіп бара жатыр. Жоғары қара, аспаннан көрінеді. Жоғарыда қабырға көрінеді. Аузында кесек тістеген шөбі. Олай болса шырағым, осы кішкентай шәкірттер саған әбіреді. Көрмекші маса шыбындарға тұзақ құрып жүр, өзіне азық етуге, құмырсқа, бала-шағаларына нан тауып жүр, қуақанына беріп жүр. Қазылар балаларына бейіс жатыр ішпірге. Жұмыс жүрген бірде жан жоқ, сен де Құдай тағала жұмыс жүрсін деп, жаратқан жоқ, жұмыс деп әйтеге. Айдата, мен де шаруамен айналысамын, рахмет. Әрбір тіршілік иесі өзіне байланысты жұмыспен айналысу керек. Еңбектің иесі өз мақсатына сәйкес айналысады. Міне осы бірігінде өзге көрсетілген мақсаты ол әр дүниенің алып жатқан еңбек етуші. Не нәрсе еңбектің арқасында? Еңбектің тәтті жалқаулы жан. Еңбек етсен ерімей, тойда қарны тілемей. Тамаша. Еңбек бәрі жемей. Еңбегіне құрмет жасаңыз. Тамаша. Тамаша. Пайдасы ол тәрбиелейді, күшпен жаттықтырады, Тамаша. адамды жігерлендіреді. Жігерлендіреді. Сосын Ширатады, жұмыс Шират. істеуге үйретеді. Бақыт береді. тамаша. Бала енді осы күні қазіргі заманда біз көбінесе ақысты еңбекті қайда тауып жатырмыз? Қалай еді? Ғаламторда. Ендеше бүгінгі сабақта мынау жаңағы бізге айтқан өрмештен басқа қандай тор бар бізде барлығымызды? Иә, барлығымыз осы торда отырамыз. Яғни ғаламторда. Сендер ғаламторда отырасыңдар ма? Ал ғаламторда отырғанда сендер көбінесе оның пайдасын көрсетеміз, зиянын көрсетеміз. Ал қандай пайдалары десе, қазір осыныз. Сіздер пайдасын жазып шығыңыздар. Әртүрлі әлемдермен ұстаса аламыз, және де көңіл көтере аламыз, таныстармен хат-алмаса аламыз, және де жаңалықтарды біле аламыз. Сондай-ақ керекті мәліметтерді таба аламыз, әртүрлі кітаптар оқи аламыз, тапсырыс бере аламыз. Ол уақытты жақсы қаражат таба аламыз. Көз көрді құттықтар өзіміз таза біз таза ауаға ашығамыз, өйткені көп телефонда отырамыз. Зиянды ақпарат аламыз, кейбір балалар зиянды сайттарға кіріп зиянды ақпараттар бар.